Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті шәкірттер. Қазақстан тарихы барлығы 15 минутта біздің тегін курсымызға қош келдіңіздер. Шынымен де уақыт кетті, және 15 минуттың ішінде мен сіздерге Қазақстан тарихының кезеңдерін, бөлімдерін, Қазақстан тарихының қандай контексттерге бөлінеді, және де Қазақстан тарихы неге кітап бойынша дайындалу қауіпті, осының барлығын 15 минутта тайға таңба басқандай түсіндіретін боламын. Сондықтан да Қазақстан тарихы барлығы 15 минутта атты біздің тегін курсымызға қош келдіңіздер. Этика бойынша өзімді таныстырып кетейін. Мен есімім History Әлібек, документ бойынша Арыстанбектегі Әлібек. Мен историка курсының жетекшісімін, историка курсының құрушысымын, және де мен республикалық олимпиада жеңімпазшысымын. Яғни ұбт-ға дайындықта Қазақстан тарихынан, дүние тарихынан бірнеше оқушылардан үлкен жоғарғы балл алуға мен жетелеген болатынмын. 2025 жылы қаңтар, наурыз және гранттық ұбт-дан біздің 228 оқушымыз Қазақстан тарихынан 20-дан 20 алған болатын. Яғни ұбт 2025-те қаңтар, наурыз, гранттық ұбтын қосқанда бізде барлығы 228 оқушы 20-дан 20 алды. Және де бұл Қазақстан бойынша рекорд. Демек 2025 жылы ең көп оқушыдан 20-дан 20 шығарған ол біздің курс. Енді біздің әлеуметтік желілерге тіркелмей кетсеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Біздің Telegram канал, біздің Instagram канал және біздің YouTube каналға тіркеліп кетсеңіздер, құрметті оқушылар. Міне, 2025 жылы менің 228 оқушым 20-дан 20 балл жинады, және оның әрқайсы нәтижелерін біздің Instagramнан немесе Telegramнан көре аласыздар. 20-дан 20, 228 оқушыдан 20-дан 20 шығару, енді білмеймін, қандай офлайн орталық, қандай онлайн орталық осы нәтижелер шығарып жатыр. Енді уже ойлай беріңіздер. Яғни біздің методикалар жұмыс істейді, және біздің команданың системасы жақсы жұмыс істейді деген сөз. Өйткені 228 оқушыдан 20-дан 20 шығару, енді мен мақтанған емес, бірақ біз уже өзімізді нарықта ақша үшін емес, сапа мен нәтиже үшін жұмыс істейтін курс екенімізді дәлелдеді деген ойдамын. Сонымен, Қазақстан тарихынан неден, қалай дайындығыңды бастарында білмейсің. Қанша оқысаң да түсініксіз, ұмытып қала бересің. Еще жылдар, хронологиялық жаңағыдай мерзімдер, барлығы жаттау қиын. Особенно адамдардың аттары мен олардың еңбектерін жаттау мүлдем қиын. Еще кітапты оқисың, бірақ та кітапты оқыған бөлек барлығын есте сақтау қиын. Жиза ма? Жиза. Көптеген оқушылар маған осы сұрақтар бойынша келеді, яғни ағай жылдар жаттау қиын, жер су аттар жаттау қиын, оқысам да түсінбеймін деген сияқты. Егер де сенде осындай проблема болып жатса, онда тегін курсқа дұрыс кел. Неге? Өйткені біз тегін курсымызда қазір осылардың барлығын қыр-сырын ашып, кітаптың кәдімгідей тайға таңбасын басатын боламыз. Сонымен, курсты аяғына дейін көргендерге арнайы сыйлығым бар, тағы да қайталаймын. Сондықтан да бүгінгі тегін курсымыздың соңғы минутына дейін, яғни 2x болмай, 3x болмай, кәдімгідей дәйекті тұрда тыңдасаңыздар. Сонымен, Қазақстан тарихы оңай әрі қызық, құрметті оқушылар. Просто біз өзіміз қиындатып жібереміз. Қараңыздар. Мынау оқушы, яғни оның точка А-сы 0, дұрыс па? И ол мына жақтан бастайды қазір, и біздің мақсатымыз олардан 20-дан 20 шығару. Қазақстан тарихынан 20-дан 20 шығару негізі болады. Просто дұрыс система керекті, и сол системаны мен сіздерге түсіндіретін боламын, және Қазақстан тарихының полностью фундамент. Яғни 80% оқушылар Қазақстан тарихының дайындықтарын дұрыс бастамайды. Яғни көбісі 5-ші ғасырдан бастап кетеді, немесе орта ғасырдың тақырыптарынан бастап кетеді. Жоқ, құрметті оқушылар, сен Қазақстан тарихынан дайындығын дұрыс бастамасаң, қандай курста оқы, қандай офлайн мұғаліммен дайындал, егер дайындығын дұрыс басталмаса, 20-дан 20-ға жету қиын. Сондықтан да мен сіздерге қазір Қазақстан тарихынан қалай дайындықты бастау керек, Қазақстан тарихы неден тұрады, осыны тегін курсымда айтатын боламын. Қазақстан тарихы. Жалпы айтқанда, Қазақстан тарихы бізде 4 кезеңнен тұрады. 4 кезең дегеніміз Қазақстан тарихының 4 баласы бар деген сөз. Қандай балалары бар десеңіздер, бірінші баласының есімі ежелгі ғасыр. Ежелгі ғасыр дегеніміз, құрметті оқушылар, біздің заманымыздан бұрын, одан кейінгі біздің заманымызға дейін дейтіндердің барлығы бар емес па? Осының барлығы ежелгі ғасырдың ішіне кіреді. Енді ұбт базасында біздің заманымызға дейін деген сұрамайды, бізде тек қана біздің заманымыздан бұрынды сұрайды. Біздің заманымыздан бұрын. Яғни осының барлығын біз ежелгі ғасырда айтамыз. Ежелгі ғасыр тағы қандай тақырыптан тұрады десеңіздер, ежелгі ғасыр, құрметті оқушылар, бізде неолит дәуірі, энеолит дәуірі, қола дәуірі және темір дәуірі деген осындай 4 бөлімнен тұрады. Демек, Қазақстан тарихы өзі 4 кезеңге бөлінеді. Ежелгі ғасыр, орта ғасыр, жаңа ғасыр және қазіргі ғасыр.
Ал ежелгі ғасырдың өзі қандай кезеңдерге бөлінеді десеңіздер, өзі неолит дәуірі, энеолит дәуірі, қола дәуірі және темір дәуірінің 4 тақырыптан тұрады. Міне. Және де құрметті оқушылар, ежелгі ғасырға байланысты бізде 2 кітап бар. Біреуі 5-ші сынып, екіншісі 10-ші сынып. Өкінішке орай кейбір мұғалімдер ежелгі ғасырға байланысты 5-ші сыныпта оқытып жатады. Жоқ, құрметті оқушылар, 5-ші сынып бізде ежелгі ғасырда келмейді. Бізде ұбт базасында ежелгі ғасырға байланысты сұрақтардың барлығы міне Жандосова, яғни 10-ші сыныптың кітабынан келеді. Егер де сіз ежелгі ғасырды оқығыңыз келетін болса, кітап бойынша, онда 10-ші сыныптың Қазақстан тарихымен оқығандарыңыз дұрыс болады. Екінші құрметті оқушылар, бізде орта ғасыр, міне айттық қой, міне. Екіншісі бізде орта ғасыр. Құрметті оқушылар, Қазақстан тарихынан дайындықты бастаған келсеңіздер, немесе бастаған болсаңыздар, сразу орта ғасырдан бастап кетпеңіздер. Себебі өкінішке орай Қазақстанда кейбір курстар бар, дайындықтарын орта ғасырдан бастап кетеді, короче. Жоқ, сен бірінші ежелгі ғасырдан бастайсың, ежелгі ғасырды өткеннен кейін және орта ғасырға аяқ басатын болсын. Орта ғасырды аяқтағаннан кейін уже жаңа ғасырды, ал жаңа ғасыр аяқтағаннан кейін қазіргі ғасырды өтетін боласың. Енді орта ғасыр. Орта ғасыр дегеніміз, құрметті оқушылар, өзі 3-ке бөлінеді. Ол бізде түркі кезеңі, міне моңғол кезеңі және де қазақ хандығы кезеңі болып. Орта ғасырды, орта ғасырды өткеннен кейін, міне орта ғасыр, түркі кезеңі, моңғол кезеңі, қазақ хандығы. Түркі кезеңі дегеніміз түрік қағанаты, батыс шығыс түрік қағанаты, одан кейін түргеш, қарлық, оғыз, қимақ, қыпшақ, қарахан деген сияқты мемлекеттерді осы түркі кезеңде өтетін болыстар. Моңғол кезеңі, оны айтып тұрған шығарсыздар, біліп тұрған шығарсыздар, бұның барлығы Шыңғыс ханға байланысты, құрметті оқушылар, Шыңғыс ханға байланысты. Ал қазақ хандығы кезеңі, құрметті оқушылар, бұл қазақ хандарына байланысты. Білесіздер, қазақ хандығы бізде 1465 жылы құрылды, және де 1465 жылдан біздің бірнеше қазақ хандар болды. Керей мен Жәнібек, Қасым, Хақназар, Шығай, Тәуекел, Есім, айта берсе ауысылмайтын біздің күшті хандарымыз болды. И бір қызықты айтайын, Қазақстан тарихынан 20 сұрақ болатын болса, сол 20 сұрақтың кем дегенде 2 сұрағы обязательно қазақ хандарына байланысты болады. Сондықтан да қазақ хандарын білгендеріңіз, оқып, тоққандарыңыз дұрыс болады. Қазақ хандарын өткеннен кейін, құрметті оқушылар, бізде үшіншісі жаңа ғасыр тарихы, жаңа ғасыр тарихы. Жаңа ғасыр тарихы енді сәл қиындау, неге өйткені бұл жерде 2 кітап. Бізде 8-ші сынып Қабылдинов деген кітап бар, и 8-ші сынып Омарбеков деген кітап бар. Осы 2 кітаптың қосындысынан, құрметті оқушылар, сіздер жаңа ғасырда өтетін боласыздар. Жаңа ғасырдың қиын несі, тағы несі қиын десеңіздер, қараңыздар. Жаңа ғасыр дегеніміз, құрметті оқушылар, бұл 1701 мен 1900 жылдағы тарих қой. 1701 мен 1900 жылғы тарих. Яғни бұл жерде мынау айтқанда 2 ғасыр бұрын, 200 жыл бұрын болған оқиғалар, 300 жыл болған оқиғаларда, и бұл жерде нақты жылдар, дата, одан кейін айлар бар. Мысалға, бізде орта ғасыр тарихында, мысалға, Атлақ деген шайқас болды. Просто Атлақ шайқасы қашан болды десеңіздер, 751 жылы Атлақ шайқасы болды деп жауап береміз, 751 жылы Атлақ шайқасы болды дейміз. Немесе 1141 жылы бізде Қатуан деген шайқас болды дейміз. Просто көріңіздер ғой, қай жылы болғанын ғана сұрап жатыр. Ал енді жаңа ғасырда уже кішкене қиындау. Неге? Потому что жаңа ғасырдың тарихында бізде жылдар точно жазылған ғой. Мысалға, жаңа ғасырда бізде Тастөбе деген шайқас болған. Тастөбе шайқасы, бұл Исатай Мұхамбеттің шайқасы. Қашан болды десеңіздер, 1837 жыл 15 қараша. Прикиньте, ай күніне дейін сұрайды уже. Көрдіңіздер ғой, ай күніне дейін сұрайды. Сондықтан да, құрметті оқушылар, жаңа ғасырдың тағы да бір ерекшелігі, уже тек қана жылды емес, еще жылдың айын күнін сұрайды. Сондықтан өйткені жаңа ғасырдың, Қазақстан тарихының жаңа ғасырының бізде орыс тарихшылары жазылды, ағылшын тарихшылары, қазақ тарихшылары болды, Бұқар Жырау, жаңағындай Мәшһүр Көпейұлы, Шәкәрім сияқты тарих тұлғаларымыз осылардың барлығын жазған болатын. Сондықтан да жаңа ғасыр уже ай күнмен жаттайсыздар. Енді жаңа ғасыр. Жаңа ғасырда сіздер қазақ жоңғар кезеңін өтетін боласыздар. Яғни қазақтар мен жоңғар арасында шапқыншылық. Жоңғарлар қазақ хандығын жоқ қылып кете жаздаған болатын, жоқ қылып кете жаздаған болатын. И біздің батыр аналарымыз бен батыр аталарымыздың арқасында біз қазақ хандығы өзіміздің тәуелсіздігімізді сақтап қалдық, сөйтіп жоңғарларды жеңген болатынбыз. Кейін, құрметті оқушылар, 1731 жылдан бастап біздің қазақтар Ресейдің қол астына өте бастаған болатын. Кіші жүз ең алғаш қазақтар Ресейдің қол астына өтті. Ресей империясы қазақтарды көтеріліс, яғни қазақтарды соғыссақ, өздерінің құрамына қосып алған болатын.
Кейін құрметті оқушылар, ресейліктер, орыс патшасы, Ресей империясы қазақтарды басқаруға байланысты заңдар, яғни реформалар шығара бастады. Мысалға, кіші жүзде қазақтарды хан басқармау керек. Қазақтар мына жерде мал бақса болады, мына жерде мал бақпаса болады деген сияқты Ресей патшасы кәдімгідей қазақтарға сондай реформалар, заңдар шығара бастады. Қазақтар бізге түтін салығын төлеу керек, қазақтар бізге шаңырақ деген салық төлеу керек деген сияқты Ресей империясы қазақтарды реформа жасаған болатын. И орыстардың осындай реформасы қазақтардың батырларына, қазақтардың хандарына ұнамады да, қазақтар сол кезде не істеген болатын? Ұлт азаттық көтерілісті бастаған болатын. Сырым Датұлы, Исатай мен Махамбет, одан кейін Жоламан Тіленшіұлы, Кенесары Қасымұлы, Жанғожа мен жаңағындай Есет Батыр бастаған, тағы да басқа тарихи тұлғаларымыз бастаған көтерілістер осы Ресей империясы және басқа да хандықтарға қарама қарсы болған болатын. Жаңа ғасыр осындай төрт кезең тұрады. 1, 2, 3, 4. Жаңа ғасыр аяқталғаннан кейін, құрметті оқушылар, бізде келесі кезең бұл қазіргі ғасыр. Қазіргі ғасыр бұл бізде 1901 мен 1945 және 1946-тан бері қарай, қазір мысалы 2025-2026 жылдар ғой, сол жылдағы оқиғалар. Қазіргі ғасыр міне осыны екі кезең тұрады. Бірінші және екінші. Енді құрметті оқушылар, бізде Қазақстан тарихының спецификация деген бар. Міне спецификация әзір алдарыңыздан шығып жатыр. Қазақстан тарихының барлық тақырыптары спецификациядан келеді. Мысалға, құрметті оқушылар, көптеген оқушылар Қазақстан тарихынан кітап бойынша дайындалады, кітап бойынша дайындалады, көбісі ойлайды. Яғни Қазақстан тарихынан кітап бойынша барлық тақырыптар келеді деп. Жоқ, құрметті оқушылар. Кітап бойынша келмейтін тақырыптар бар. Мысалға, Қазақстан тарихын айтып өттім, спецификация деген тұр ғой міне. Спецификация бойынша, спецификацияны сіздер біздің телеграм-каналда тіркеліп қойдыңыздар, сол телеграм-каналда жүктей аласыздар. И вот сол телеграм-каналда, құрметті оқушылар, спецификация ашсаңыздар, Қазақстан тарихының енді біраз тақырыптар жазылған, бірақ та кейбір тақырыптарына кітаптан алынған, кейбір тақырыптары алынбаған болатын. Енді жаңа мен сіздерге айттым, Қазақстан тарихы өзі 4 кезеңнен тұрады. Міне, ежелгі кезең, орта ғасыр, жаңа заман, 1901 мен 1946, мынау бізде 1946-тан бері қарай мәдениет деген бөлім бар. Яғни Қазақстан тарихы өзі барлығы 20 сұрақтан болатын болса, бірінші сұрақтан 10 сұрақта тест болады, тест. 11 сұрақтан 20 сұрақ бізде контекст, дұрыс па? Контекст. Енді құрметті оқушылар, бірінші сұрақтан 10 сұрақтар арасында тестте бізде осы кезеңдерден неше сұрақ келеді екен. Мысалға, ежелгі кезеңнен бізде 2 сұрақ келеді екен, орта ғасырдан 2 сұрақ келеді екен, жаңа заманнан 2 сұрақ, 1901 мен 1946-тан 2 сұрақ, 1946-тан бері қарай 1 сұрақ және мәдениеттен 1 сұрақ. Барлығы 10 сұрақ және қалған 10 сұрақтар бізде контексттен келеді екен. Енді Қазақстан тарихынан қандай кітаптармен дайындалған дұрыс? Құрметті оқушылар, маған көп сұрайды, шын кітапты оқыған дұрыс па, ана кітапты оқыған дұрыс па, мына кітапты оқыған дұрыс па деп. Құрметті оқушылар, құлақтарыңыз алтын сырға, ешқандай да артық кітап оқымаңыздар. Егер де кітап оқығыңыз келетін болса, осында міне осы кітаптармен дайындалғандарыңыз дұрыс болады. Яғни Қазақстан тарихының барлық сұрақтары міне осы 9 кітаптан құрастырылады. Яғни Қазақстан тарихының барлық сұрақтары осы 9 кітаптан құрастырылады. Бірақ та Қазақстан тарихынан кітап бойынша дайындалуда қиыншылықтар бар. Ол қандай қиыншылықтар айтатын боламын. Бірінші, контексттер. Мен жаңа айттым, Қазақстан тарихының бірінші сұрағы мен 10-шы сұрақтар арасында тест болады, ал 11 мен 20-сының арасында контекст болады. Контекстер. Енді құрметті оқушылар, көбісі ойлайды, көптеген оқушылар контексттер олар оқу сауаттылығы сияқты деп. Жоқ. Контексттер оқу сауаттылығы сияқты емес, контексттер қиынырақ. Көп ұстаздар осыны айта бермейді, бірақ контексттер бізде 3-ке бөлінеді. Бұл бізде тарихи жазбалар, тарихи карталар мен кестелер, тарихи тұлғалар болып. Қараңыздар. Тарихи жазбалар дегеніміз контексттер қандай контексттер? Мысалға, яғни тарихи жазбалар 1, тарихи карталар мен кестелер 3, 2 және тарихи тұлғалар. Тарихи жазбалар дегеніміз міне мынандай. Яғни мәтін беріп қояды, и мәтін бойынша сұрақ құрастырады міне. Осындай мәтін беріп қояды, и осындай мәтін бойынша сіздерде сұрақ береді. Мәтінді және тарихи білімдеріңіз пайдаланып, 19 ғасырдың 80-ші жылдарында өңдеуші өнеркәсіп қарқын ала бастаған облыс. Кеттік. Келесі тарихи карта. Осындай карта беріп қояды, и осындай карта бойынша сұрақ қояды. Тарихи кесте, міне кітаптан осындай кестені алады, астына сәйкестендір дейді, и осының ішінде дұрыс варианттарды таңдайсың. Яғни тарихи кестелер дегеніміз осы. Соңғысы бұл бізде тарихи тұлғалар. Мысалға, мынау
мәнмәтінде бізде қажымұқан мұнайтпасұлына байланысты контекст, міне осы мәнмәтінде берген, ол әлем чемпионы болған, бүйткен сөйткен деген сияқты, ол бізде қажымұқан мұнайтпасұлына байланысты. Демек контексттердің осындай түрлері бар. Ертең Әлібек айтпады демеу үшін сіздерге қазір түсіндіріп жатырмын. Енді кітап бойынша оқыған неге қате? Құрметті оқушылар, қараңыздар, неге кітап бойынша дайындалған опасно? Сіздер кітап бойынша дайындалғаныңыз келетін болса, онда қасыңызда тарихты білетін, ұбт тарихын білетін міндетті түрде ұбт эксперті болу керек. Неге? Потому что кітапта өте көп қателіктер бар. Яғни қателіктер емес, сәйкес келмейтін дүниелер бар. Мысалға, Жанғожа Батыр деген, бізде тарихи тұлға бар. Жанғожа Батырдың, яғни ол кісі көтеріліс бастаған кісі болатын. И бізде Жанғожа Батыр 1836 жылы Бесқала бекінісін басып алды деп 8-ші сыныптың Қабылдинов деген кітабында айтады. Жақсы. Ал енді 8-ші сыныптың басқа Омарбеков деген кітабында Жанғожа Бесқаланы 1842 жылы басып алды дейді. Енді кітап бойынша дайындалған оқушы Жанғожа Бесқала бекінісін басып алды деп ұбт базасын сұрақ келетін болса, қайсысын белгілейді? 36 ма, 42 ма? Көрдіңіздер ме, құрметті оқушылар? Яғни оқушы осы жерге шатасады. И біз өзіміздің видео сабақтарымызда мысалы айтамыз, мына жылы болды, ана жылы болды деп кәдімгідей дәйекті айтамыз. Яғни осындай примерлер өте көп. Мысалға Қасымхан Сайрам қаласын қай жылы басып алды? Бізде 6-ші сыныптың Бакина деген кітапта, яғни мына кітапта, құрметті оқушылар, 6-ші сыныптың Бакина кітабында Қасымхан 1513 жылы Сайрам қаласын басып алды дейді. Ал Қасымхан Жандосова кітабын басып алды деп 1510 жылы басып алды деп міне Жандосова деген кітапта айтады. Яғни 6-ші сыныптың кітабында Қасымхан 1513 жылы Сайрам қаласын басып алды десе, Қасымхан 1510 жылы Сайрам қаласын басып алды деп Жандосова кітабында жазылады. Келесі Абылайхан. Мысалға, Абылайхан Тарбағатай келісім шартына келді деп 1757 жылы жасалды десе, Омарбековтың кітабы бойынша Тарбағатай келісім шарты деп 1767 жыл деп Қабылдиновтың кітабында жазылған. Енді сұрақ, Абылайхан Тарбағатай келісім шартына қашан отырды? 57 ме, 67 ме, 67 ме, 57 ме? Мысалға мен өзім курсында оқитын оқушыларға жазамын, айтамын. Құрметті оқушылар, егер ұбт базасына осыны сұрақ келетін болса, 57 деп жауап қатасыздар деймін. Потому что біз ұбт эксперті, біз біраз жыл білеміз, именно қандай сұрақ, қандай жауаппен келетінін, сондықтан да міне көрдіңіздер ғой, біз ұбт эксперті сол үшін аталамыз. Потому что біз кітапта қайсы қандай жауаппен келетінін нақты білеміз. Ал ондай білмейтін оқушылар сәл-пәл кітап оқып шатасып кетеді. Сондықтан да құрметті оқушылар, 15 минутта сіздерге Қазақстан тарихының барлық кезеңдерін, қыр-сырларын түсіндірдім. Және де мен сені осы тегін курсты аяқталуымен құттықтаймын. Ал саған берер бонусым, яғни саған тегін консультацияны жүргіземін. Яғни тегін консультация не аласың? Сен тегін консультация, яғни сен осы ұбт, яғни Қазақстан тарихы барлық 15 минутта біздің тегін курсымызды көрсең, біздің тегін консультациямызға қатыса аласың. Консультацияны сен ұбт форматы, арманға апарар жол деген дәптерді ала аласың күнделікті. Қазақстан тарихы 20-20 балл методика гайдын, одан кейін саған қажетті оқулықтар тізімін, 88% оқушыда жоқ ұбт дайындық стратегиясын және саған лайық болатын курс бағдарламасын ұсынамыз. Осы 6 нәрсені біз саған консультацияда беретін боламыз. Консультация тегін, сондықтан да астындағы заявкаға консультация қатысың келеді деп өзінің аты жөнінде және де байланыс нөмірінде қалдырасын, и біздің көмекшілеріміз саған тегін консультация беретін боламыз. Біздің мақсатымыз саған курс сату емес, құрметті оқушылар. Біздің мақсаты саған ұбт-да көмектесу. Өйткені кем болсаң, кем болмайсың деген біздің принципіміз бар. Ендеше бүгінгі ұбт тегін курсымыз аяқталды.